Қазақстанда әлемге танытқан тұлғалар. Әміре Қашаубаев 1925 жылы Парижде өткен көрмеде қазақ әндерін орындап, жүлделі орын алды. Сол кезде француз газеттері оның сирек кездесетін талант екенін жазды. Ал Сорбонна университетінің профессоры Перна фонографқа Әміренің орындауында бірнеше ән жазып алған. Димаш Құдайберген 2017 жылы Қытайда өткен EM жобасынан кейін әншінің танымалдығы бүкіл әлемге тарады. Қазір Димаш өз өнерін әлемнің үлкен сахналарында көрсетіп жүр. Геннадий Геннадьевич Головкин 2004 жылы жазғы Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері, орта салмақта Супер, Уолбис, IBF және А0 атақтарын ұзақ уақыт қорғап тұрды. Абай Құнанбайұлы Абайдың шығармалары әлемге таралып, шетел тілдеріне аударылған. Әлемнің түкпір-түкпірінде Абайға арналған ескерткіштер мен көшелер бар. ЮНЕСКО аясында 1995 жыл Абай жылы болып аталған.